Сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін бізде жаңа айдар, қызықты мәліметтер. Ендеше қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін біздің каналға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Өз бетіңмен болжап білмейтін табиғат құбылыстары адамды таң қалдырумен келеді. Соның ішінде жаңбырды біріміз табиғаттың тамаша туындысы деп бағаласақ, енді біріміз жағымсыз күн райының бір бөлігі ғана деп көреміз. Сонымен алдарыңызға жаңбыр туралы ең қызықты деректерді ұсынамыз. Жаңбырдың емдік қасиеттері ерте заманнан бері белгілі. Адамдар жаңбырды шомылу және тамақ әзірлеу үшін қолданған. Қазіргі заманда ғалымдар әйелдерге беттерін жұмсақ жаңбыр суымен жууға кеңес беруде. Өйткені ол терінің ылғалдылығын сақтайды. Сондықтан жаңбырлы күні бір сәт қолшатырсыз жүрудің өзі керемет емес пе? Уганда халқын жаңбырмен қорқыту мүмкін емес. Өйткені мұнда жылына 250 рет найзағайлы жаңбыр жауады екен. Ауа райы болжамы о баста жауынға байланысты пайда болған. Бірде американдық радиостанция иесі нөсер жауынның астында қалады. Сол кезде оған жауын жауатын уақытты алдын ала хабарлап отыру туралы ой келеді. Осылайша әуе толқыны арқылы ауа райы болжамы жайлы айдар ашылған. Оңтүстік Африка құрлығындағы Ботсвана мемлекетінде жаңбыр өте аз жауады. Сондықтан мұнда адамдар пула деп сәлемдеседі. Бұл сөз жаңбыр деген мағына береді. Қызық, яғни біз амандасқанда адамның саулығын тілесек, олар да жауынның жауғанын тілейді. Сонымен қатар ел валютасы да жаңбыр деп аталады. Кубада жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен. Шөл далада жаңбыр астында құрғақ күйде қалуға болады. Шын мәнінде шөлді жерде жаңбыр жауады, бірақ бұны байқау мүмкін емес. Себебі ыстық ауаның әсерінен жаңбыр тамшылары жерге жетпей құрғап кетеді. Огайо штатының Уайнсберг қалашығында жыл сайын 29 шілдеде жаңбыр жауады. Бұл жағдай 100 жылдан бері қайталанып келеді. Осы бір қыңыр қылығын табиғат неліктен нақ осы күні қайталайтыны әлі де болса жұмбақ. Шамамен әр миллионнан бір адам жаңбырға деген аллергиядан зардап шегеді. Мұндай адамның денесіне тиген кез келген тамшыдан қызару пайда болып, жаңбыр астында қалып қою өлімге душар етеді. Ең ауыр бұршақ 1986 жылдың көктемінде Гапаланч қаласында түсті. Бір түйір бұршақтың салмағы 1 келіден асқан. Сол жылғы бұршақтан 92 адам қаза тапқан. Дартс ойыны жаңбырмен тікелей байланысты десем сенбессіздер. Қашықтықты көздейтін садақ атушылар жарыс кезінде жаңбыр астында қалады. Олар жүгіріп ғимараттың ішіне кірген сәтте жебелермен қабырғаны нысанаға алып ата бастайды. Осыдан кейін дартс ойыны пайда болған. Гидромет орталығының жаңбырға қатысты барлық сөзі нақты мағынаға ие. Мысалы, өткінші жаңбыр жауады делінсе, жаңбыр жаууының ұзақтығы 3 сағатқа дейін ғана созылуы мүмкін. Жаңбыр күтілуде деген тіркес жауынның ұзақтығы жарты тәуліктен кем болмайтынын білдіреді. Жаңбыр тамшыларының дыбысы босаңсуға көмектесетін дыбыстық терапия. Жүрек тамыры ауруларынан зардап шеккен адамдарға аса пайдалы. Сонымен қатар жаңбырдан кейін ауа тазарып тыныс алу жеңілдейді. Міне достар, бүгін біз жаңа айдарда жаңбыр туралы мәліметтер ұсындық. Егер біздің жаңа айдар ұнаса, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі айдарда қандай қызықты мәліметтер күтесіздер? Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды.